Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Мен Күләшбек Жолболды Әшембекұлы, Алматы облысы Балқаш ауданы Аралтөбе орта мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын дене қыздыру жаттығуларын жасап алайық. Қашан мұңайма уақыттың бәрі бір мұңаятын жағымсызы болмайды. Бақыттың беріліп бағаласын гүлім мәңгі солмайды. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер, көктемде жазда күзде қосыл бізге. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы акробатиканың жеңіл элементтері. Сабақтың мақсаты дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеміз және де көрсетеміз. Балалар, ендеше үй жағдайындағы қауіпсіздік ережесін есімізге түсірейік. Біріншіден, акробатикалық жаттығулар кезінде спорттық киімнің өзіңе шақ және ыңғайлы болғанын қадағалаймыз. Екіншіден, жаттығуды бастамас бұрын дене қыздыру жаттығуларын жасап аламыз. Үшіншіден, жаттығу алаңында бөгде нәрселер болмағанын қадағалаймыз. Ал ендеше құрметті оқушылар, видеоролигімізге назар аударыңыздар. Акробатика бұл адам өмірінде өз қолтаңбасы бар спорт түрі деп айтуға әбден болады. Себебі адамның өз денесін өз мұқтажына сәйкес қызмет еткізуі әркімнің ізгі арманы. Акробатика латын тілінен аударғанда акробатио, аяқтың ұшымен жүремін, өрмелеймін дегенді білдіреді. Яғни, күш жұмсай орындалатын дене шынықтыру жаттығуының бір түрі. Акробатика біздің заманымыздан бұрын шамамен 2300 жылы ежелгі Мысырда, Грекияда, тағы басқа елдерде пайда болды. Акробатикалық жаттығулар алғаш қалалардың ашық алаңдарында, базарларда орындалды. Ал ендеше оқушылар, бүгін акробатиканың 3 жаттығуымен танысамыз. Бірінші, алға қарай бастан аса домалап түсу. Екінші, артқа қарай бастан аса домалап түсу. Үшінші, жауырынға тұру. Алға қарай бастан аса домалап түсу. Алға домалау жаттығуын жасаушы оқушы жиырылып отырады. Бас екі тізенің арасына қарай еңгетіледі. Көмекші бала бір қолының алақанын оның желкесіне қояды. Аяқты тіреп итерілу қарсаңында және домалап түсудің алдында қолымен жаттығушының желкесін басып, басын төсенішке тигізбей, екі тізесіне қарай жақындатады. Сөйтіп денені бірден аударып түсіруге көмектеседі. Артқа қарай бастан аса домалап түсу. Артқа қарай домалап түсуді үйренгенде жүйелілік барынша сақталғаны жөн. Артқа домалап түсуде әуелі шалқалап жатып, қолды иықтан асыра тіреу арқылы артқа тербетілу әдісімен басталады. Жауырынға тұру. Жауырынға тұру бүгіліп отырған қалыптан артқа домалау және жауырынға тұру акробатикалық құрама жаттығуын орындау техникасы. Домалап түсу жаттығуын орындай отырып, бүгіліп отыру жағдайында тез келе тұрысуы керек. Ол үшін жауырынға домалап түсу кезінде жамбастың еденнен жеңіл көтерілуіне көмек беру мақсатында
қолды белсенді қимылға көшіруі керек. Жауырынға тұруға әрекет ету кезінде жауырынды гимнастикалық төсенішке қатты ұрып алудан сақтана отырып, арқаны дөңгелете бүге отырып, иыққа тұру қою қажет. Акробатика қазір спорттың кең тараған бір түрі. Қазақстанда спорттық акробатика 1933 жылдан бастап, одан тұңғыш чемпионат 1949 жылы өткізілді. Балалар, видеоролигімізді көріп болсақ, енді өзіміз осы жаттығуларды жасап көрейік. Алдыға домалау, артқа домалау және жауырынға тұру. Балалар, жаттығуларымызды жасап болсақ, мына бағалау дескрипторлары арқылы өзіміздің жаттығуларымызды бағалап өтейік. Бірінші, акробатикалық жаттығуларды дұрыс жасайсың. Екінші, қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, акробатикалық жаттығуларды өз бетінше қайталайсың. Келесі тапсырма. Сабағымызды қорытындылау мақсатында я-жоқ ойынын ойнап алайық. Акробатика сөзі грек тілінен аударылғанда акробатио аяқтың ұшымен жүремін, жоғары өрмелеймін дегенді білдіреді. Екінші, акробатика күш жұмсай орындалатын дене шынықтыру жаттығуларының бір түрі. Үшінші, алға домалаушы жаттығу орындағанда басын төсенішке тигізіп, екі тізесіне жақындатпай, асықпай аударылып түседі. Төртінші, артқа домалап түсуде әуелі шалқалап жатып, қолды иықтан асыра тіреу арқылы артқа тербету әдісімен басталады. Бесінші, жауырынға тұру жаттығуын орындау кезінде бүгіліп отыру жағдайына тез келуге тырысуы керек. Ендеше балалар, жауаптарыңды тексеріңдер. Бірінші сұрақтың жауабы я, екінші сұрақтың жауабы я, үшінші сұрақтың жауабы жоқ, төртінші сұрақтың жауабы я, бесінші сұрақтың жауабы я. Балалар, дәл осылай жауап берген болсаңдар, сабақты жақсы түсініпсіңдер. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.